Баршаға сәлем. Сіздермен бірге Дина бүгін етті бәліштің рецебімен бөлісетін боламын. Каналымда бірінші рет болып тұрсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнды ұн илектен жақсылап өткізіп аламыз. Ұнға бір шымшым тұз қосамыз. Және де үйдің температурасында тұрған майды алып, ұнмен араластырамыз. Айранға міндетті түрде соданы бірінші қосып аламыз. Жақсылап араластырып, сосын барып ұнға құямыз. Маймен дайындап қойған ұнымызға бір жұмыртқа және жаңаға алдыңғы дайындап қойған айранымызды құямыз. Осы қоспаларды араластырып, қамыр илейміз. Қамыр осындай жұмсақ болып шығады. Пирогтың ортасына салынатын фаршымызды дайындаймыз. Менде сиыр етінің фаршы, жуа, тұз, бұрыш және де қалауларыңыз бойынша зира қоссаңыздар да болады. Қамырымызды алып екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін оқтаумен жайып, табамызға пирогтың астын дайындаймыз. Қамыр өте жұқа болмау керек және айналасына осындай бортик жасаймыз. Алдын ала айтып қояйын, менің пешім кішкентай болғандықтан, табамда кішкентай, сондықтан осындай шағын пирог шығады. Ал сіздердің пешкілеріңіз үлкен болса, арнайы пирог дайындайтын табаларға дайындауды кеңес етемін. Осылай бәлішіміздің етін салып, оның үстіне сырды сеуіп қоямыз. Қаншалықты сыры көп болса, пирогымыз соншалықты дәмді болып шығады. Үстінен қамырдың екінші бөлігін жайып, оның айналасын осылай қысып шығамыз. Пирогты өзіміздің қалауымыз бойынша әсемдейміз және үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. градуста қызып тұрған пешкеге 40-45 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіздер. Қамыры да өте ерекше, песочный болып шығады. Осындай қарапайым рецепттер ұнап жатырса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де лайк, комментарий қалдырып жатырсаңыздар да қуанып қаламын. Сіздермен бірге болған Дина. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. bensound.com